Ассалаумағалейкум достар. Видеоның тақырыбында көріп кеткендеріңіздей, қалай масса қосамыз, қалай жинаймыз, сол туралы сіздерге баяндап кететін боламын. Тек қана айтпаймын, сіздерге іспен де көрсетіп, қандай тағам жеу керектігін көрсететін боламын. Кеттік кірсеңіз. Біздегі ең басты рөлдегі Геркулес, яғни овсянка. Бұл енді өте керемет тағам еді. Осыны жесеңіздер, негізі осы ғой чемпионның таңасы. Таза массаға көмек береді. Үшін былай айтқанда мощный. Оны қазір әлі де бұл туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Так что қазір кісе берейік. Міне достар, осындай біз осындай мөлшерде жейміз. Жақта өткен үстіне су қойған кезде өзі үлкен болып кетеді, короче, көп болып кетеді. Қасында тағы бір екінші кесе бар. Бұл яғни осы видеоны түсіріп тұрған ағам дей берсем де болады, бауырым. Онда короче, достар, міне осындай мөлшерде аламыз. Мінекей. Міне керемет. Осыған қазір өзіміздің ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Міне осындай мөлшерде құйып аламыз. Негізі қайнатып жаңағындай газға қойып қайнатып істейтіндер де болады, бірақ ол екеуінің айырмашылығы жоқ. Негізі осылай выгодно, негізі жылдам істелінеді, өздеріңізге де ыңғайлы. Міне енді бұның бетін жауып қойып күтсеңіздер де болады, ал ашып қойып күтсеңіздер де болады. Негізі бәрібір айырмашылығы жоқ. Осылай примерно 5 минут күтеміз. Суы тарқайды, керемет болады. Сол кезде үстіне мына банандарды қосамыз. Біздің 5 минутымызды әні-міне дегенше өтіп кетті. Және өткеннен кейін мына банандарды қосамыз. Бұл банандарды не үшін қосу керек деп ойласаңыздар, мына овсянканың өзінің құрөзін жеу кішкене мүмкін емес десей. Мүмкін, бірақ қиынға соғады енді бастап келатқандар, бірақ құрөзін жеуге де болады. Все-таки для позитива банан қосуға болады. Асқазан іші піспесін дейсің. Банандарды қосып тастаймыз үстіне, сөйтіп араластырамыз. Араластырмай дара беріңіздер. Негізі пышақпен кесу керек еді, мәдениет деген деп. Какая разница, нормально. Енді екінші бананды екінші ашқарақ бауыр болғызып берейін. Әзір достар, қалың. Все-таки надо позитив, быть на позитиве, иншалла. Так, что-то баяулатып кеткен сияқтымын ғой мен, Так, міне. Болды. Және для дополнения надо құрма жесеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Өйткені бұл құрманың өте көп пайдасы бар. Бұны кейін тағы айтатын боламын. Көптеген ауруларға шипа, мысалы рак ауруымен ауыратындар, чтобы асқындырмау үшін осы құрмада өте септігін тигізеді. Бұл Сироптан қосшы. Айтпақшы, сіздерге тағы айтып кетерім. Енді бүйтіп овсянканы жеп көрмегендер, немесе андай айнитындар басында менде де болды, жем келмей. Сол кезде бал, қант қоспаңыздар, бірақ қант ол еркектерге болмайды, тестостерон түсіреді. Так что бал немесе жаңағындай не айтты? Сироп, варенье. Сироппен осы жақында таныстым негізі. Дәмі мохито сияқты, бұны білмеймін, бірақ бал қоссаңыздар болады. Для чтобы кішкене дәм беру үшін
осылай кішкенеден қосамыз. Жеген кезде приятно жеу керек та. Осындай қосамыз. Все, кеттік жігіттер. Өзіміздің нағыз керемет королевский тағамдар красавский. Айтпақшы оператордың түрі міне осы спалили да айбатты батыр. Олардың баласы бірін батыр дейді. Что кеттік алып кірсек. Абсенкім пайдасы достар біле берсеңіздер, кім азанда таңғасын абсенкім жейтін болса, оның кешке дейінгі ай 95 деген бензині болады. Кешке дейін заряжена жүресіздер. Кешке дейін бодрый жүресіздер. Прям алдыңыздан шыққандардың бәрін қопара бересіздер. На 100% гарантия айтып отырмын эксперт. Бұл менің сөзім емес, медицина ғалымдар айтқан. Соны беганың аузынан естіп отыр. Өмірдің кайфын осы кезде сезінесің ғой негізі. Может. Прям атмосфера. Қолға қысатын үйде, Соңғы. Все. Я чемпион. Чемпион. Скоро на мировом уровне. Күндеріңізді тек қана уақыттарыңызды пайдаға жұмсаңыздар. Съеммен біттім. Все, достар, осымен видео өз мәресіне жетіп қалды. Егер видео ұнаса лайк басып, және де арнаға тіркеліп отырыңыздар. Мүмкін болса, достарыңызды шақырып, белсене атсалысып отырыңыздар. Және достар, сіздерге тағы қосымша айтып кететінім, осылай өздеріңізге жақсы пайдалы питанияны әдетке айналдырыңыздар. Және азанда сондай чемпионның таңғасын жеп жүріңіздер. Және кешке дейін үнемі бодрый жүресіздер. Ал кешке жағын тоже жеуге болады, тренировканы алмай білей. Өзіңіз жаңа биолог сондай етті тағамдар жеп, кейін тренировка істеп, ұйқы жағында достағандарыңызға абзал. Осымен келесі видеода көріскенше достар, көп сөйлемей ақ қойын. Видео ұнаса жаңағыларды істеп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Все, давайте.